Сұлтанның анасы Диана жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Күтпеген жағдай орын алды. Сұлтанның анасы Диана ханым Скатова жайлы бұрын-соңды айтылмаған шындықтың бетін ашты. Диана қызымыздың сырға салу рәсімі дүркіреп өткен болатын. Тойда сұлтанның анасы Диана жайлы ешкім естімеген ақиқатты жайып салды. Ол Диана бірінші сұлтанның емес, менің таңдауым болды, деп сұлтанның анасы өз ойын ашық айтты. Ол өз сөзінде Диана қызымызды мәпелеп өсіріп келгендеріңізге мың алғыс. Өте қуаныштымын. Диана қызым бізге ибалы инабатты келін болсын. Мен сұлтаннан бірінші жақсы көрдім. Диананы мамасына папасына сәлемімді салып кеткем. Құдағи болайық деп бір-бірімізге айтып кеткем. Халқыма мың алғыс. Екеуінің тілеуін тілеп баталарын беріп жатқан ақ жаулықты аналарымыз қаншама. Рахмет. Халқыма рахмет. Тойымыз тойға ұлассын, деді ол. Айта кетейік, Сұлтан мен Диананың бір-біріне деген махаббаты көрермендер үшін жасырын емес еді. Олардың сезімі тіпті телебағдарлама барысында байқалып, көрермендердің көз алдында анық көрінді. Қос ғашық өзара сүйіспеншілігін қанша жасыруға тырысқанымен, олардың көзқарастары бәрін айтып тұрды. Жуырда сырғалым атанған Диана ханым тағы бір дүркіреген той өткізбек. Сырға салу рәсімі аяқталған соң, енді қыз ұзату тойы да үлкен дайындықпен ұйымдастырылуда. Диана мен оның отбасы бұл тойға қызу дайындық үстінде. Бейресми ақпарат көздеріне сүйенсек, олардың үйлену тойы Қосылайық бағдарламасының тікелей эфирінде өтуі мүмкін. Қазіргі таңда арна ұжымы бұл тойды эфирде көрсету мәселесін талқылауда. Алайда бұл ақпарат әлі ресми түрде расталған жоқ. Сонымен қатар жақында ғана Диана Скатова Қазақстан ұлттық арнасындағы музыкалық жобадан кеткені белгілі болды. Осылайша ол қазіргі таңда тележүргізушілік қызметті жалғастырмайды. Сұлтан мен Дианаға баянды бақыт тілейміз.